Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін дәмді әрі нәзік торттардың бірі три шоколада тортын әзірлейміз. Оған қажетті ингредиенттер мөлшері видеоның описаниесінде бар. Алдымен жұмыртқаны ақ көбік шыққанша миксерлеп, кейін үстіне қант қосып, тағы да 1-2 минут араластырамыз. Кейін бөлме температурасындағы жұмсартылған сары май қосамыз. Енді алдын ала дайындалған ыстық қайнаған суға кофені қосып, біркелкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Кейін осы сұйық массамызды жұмыртқалы массамызға қосамыз. Енді електен өткізілген ұнға қопсытқышты қосып, араластырып, жұмыртқалы массамызға какаомен біріктіре отырып қосамыз. Қол венчігімен массамыз біркелкі болғанша араластырамыз. Бисквитімізді қызып тұрған духовкада 180 градуста 20-25 минут пісіреміз. Уақыт өткенше желатинді суға бұқтырамыз. Ол үшін шұңғыл ыдысқа желатинді салып, үстіне су құйып, қол венчігімен массамыз біркелкі болғанша араластырамыз. Оны 1 сағатқа қоямыз. Енді три шоколада тортының бірінші мусын әзірлейміз. Оған сүт, жұмыртқаның сарысы, қант және қара шоколад қажет. Мен бельгиялық шоколадты қолдандым. Табаға сүт, жұмыртқаның сарысы, қантты қосып, массамыз біркелкі болғанша араластыра отырып ысытамыз. Кейін үстіне алдын ала дайындалған желатин мен қара шоколадымызды қосып, қол венчігімен массамыз біркелкі болғанша араластырамыз. Енді сливкиін дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға сливкиді құйып, миксердің ең үлкен жылдамдығымен кемінде 5-7 минут миксерлейміз. Нәтижесінде формасын жақсы ұстайтын қою крем шығуы тиіс. Енді шоколадты массамызға сливкиді қосып, венчикпен массамыз біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Бисквитіміз піскен соң оны бөлме температурасында суытамыз. Оны кольцоға кигіземіз. Кольцоның ішіне міндетті түрде ацетатный пленканы саламыз. Дайын болған бірінші мусымызды бисквиттің үстіне құямыз. Жан жағын тегістеп, мұздатқышқа, яғни морозильникке кемінде 2 сағатқа жібереміз. Енді екінші мусын әзірлейміз. Дәл осы ретпен тек молочный шоколад қосамыз. Сүтті массамыз жақсылап ысыған соң, үстіне желатин және молочный шоколадты қосып, қол венчігімен массамыз біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Ыдысқа сливкиді құйып, миксердің көмегімен массамыз бірнеше есе көлемін ұлғайтып, өзінің формасын жақсы ұстайтындай қою крем болғанша 5-7 минут миксерлейміз. Дайын болған крем мен шоколадты массаны бір-біріне қосып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Екі сағат өткен соң, мұздатқыштан тортты алып шығып, үстіне екінші слойын құямыз. Дәл осы ретпен тағы да мұздатқышқа 2 сағатқа жібереміз. Енді соңғы слой ақ шоколад пен мус әзірлейміз. Ол үшін қайтадан
табаға сүт, жұмыртқаның сарысы, қантты қосып жақсылап араластырып, массамыз қоюланайын дегенде оны оттан аламыз. Кейін үстіне желатиннің қалғаны мен ақ шоколадты қосып, массамыз біркелкі болғанша қол венчигімен жақсылап араластырамыз. Сливкиімізді блендердің көмегімен миксерлеп, қою крем болғанша араластырамыз. Кейін тағы да ақ шоколадқа осы қоюланған кремімізді қосып, венчиктің көмегімен массамыз біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Екі сағат өткен соң тортымызды тоңазғыштан алып шығып, үстіне ақ шоколадты құямыз. Тағы да мұздатқышқа кемінде 2 сағатқа жібереміз. Ұмытпаңыздар, міндетті түрде мұздатқыш, яғни морозильникке 2 сағатқа жібереміз. Дайын болған тортты әсемдеу өз қалауыңызда. Осымен біздің 3 шоколада мусты тортымыз дайын. Дәмі өте керемет, әрі нәзік. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Еш өкінбейсіздер. Егер рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Келесі кездескенше.